Ассалаумағалейкум қазақ елі, сериалдың арнасына қош келдіңіздер. Және де сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай. Достар, бүгін бізде долгожданный момент. Бүгін біз мінекей акуламызға буфет жинайтын боламыз. Қазір бізде қандай не барлығын толыққанды видеосында көрсететін боламын. Алдымен видеомызды бастап алайық. Олай болса достар, бізде мінекей эстрадамыздың екінші бөлімі. Өткенде бірінші бөлімде біз буферсіз тек қана музыканың штаткаларын ауыстырдық та более профессиональный қатарға келген болатынбыз. Яғни бірінші бөлімде мен өзімше как акустика ретінде санадым. Енді біз мінекей эстрадаға нақты келдік десек те болады. Бүгінгі бөлімде бізде буфер қосылады. Жалпы акустика дегеніміз не, эстрада дегеніміз не, өткен бөлімде түсіндіріп кеткен болатын, білесіздер, иә. Енді бүгін таза эстрада. Олай болса, мінекей біз өзіміздің серіктестерімізден айтпай-ақ та түсінікті шығар, DL Audioдан кезекті буферімізді заказ бердік. Ал өзім ашайық. Наңғасындар. DL Audio. Как обычно достар, өздерінің мындай сертификаттары бар. Мына жақта мінекей гарантийна жаңа күндерін жазатын деген сияқты. Сондай-ақ мына жерде түсіндіріп кеткенімде, егер де сіздер осындай DL Audioның динамик осындай буфер, фронт нәрселерін алып, өздеріңіздің көліктеріңізге қондырған кезде видеоға түсіріп, осы DL Audioны отметить етіп, рекламасы етіп берсеңіздер, сіздерге келе салған кезде 20% жеңілдік болады. Сол себептен достар, қолдансаңыздар жақсы нәрсе. Сондай-ақ мына жерде бізде комплектте DL Audio деген надпись болады. Наклейка деп айтамыз ғой, терезелерге жапсырып болатын нәрсе. Маған бұл енді керек емес. Мен өткен бөлімде фонның екі шетіне барлығын жапсырып алдық. Сондай-ақ ішінен вонючка шығады. Вонючкасын мен уже салып қойдым. Және де ең бастысы ол әрине бізде динамиктің өзі. Бисмилля, бұны шетке алайық. Пленкасын ашайық. Шағылетінен қараңыздар. Бұл бізде Raven 12-ші диаметрлі динамик. Бұның бізде номинальный мощності 1200 Вт. Сондай-ақ бұның кедергілері 2/2 Ом. Яғни 2+2 саналады. Жалпы түрінің өзі қандай сапалы қараңыздар. Өздерінің жерде Raven деген белгілерімен, как положено, өздерінің рисунктарымен. Бұлар негізде DL-дарда ішінен бөлінеді. Баракуда, Raven, жаңа Griffin деп әрқайсысы бөлінеді. Бізде бұл жолында буферге Raven'ді алдырдық. Алдыңғы жолда естеріңізде біз осы 12-ден жинаған болатынбыз. Әзірге осы 12-ні көреміз. Егер алдағы уақытта мүмкін автозвукпен қатты ауырып жатсақ, осы 12-лерден чисто қосып жинай беретін боламыз. Динамиктің мәселесін шештік. Және де осыны ойнатып беретін бізде достар усилитель. Бұл бізде жаңа біз айтып кеткен DL-дің Griffin Pro деген моделінен, яғни айтқанда бұның күші бізде 2/2000. Таныс па? Иә, таныс өткен достар, біз бұны алдында приораға музыка жинаған кезде де осындай қондырған болатынбыз. Бұл жолда тағы да алдырдық. Өйткені мен үшін мойындайтын мен деген усилительдің бірі осы ағайын. 2/2000 деген оңай емес. Сондықтан да осындай қондырамыз. Және де бізге буфер жалғау үшін әрине кабельдер қажет. AMP-дің мынандай усилитель кабельдерін полный алдырдық. Так, мына жақта өзінде полный комплект кабельдер, предохранитель бәрі өзімен бірге болады. Сразу сіздерге ашып көрсетейік. Міне тюльпандарымен барлық керекті санаулы метрмен өзінде комплект осылай жүреді. Және де бұның силовой кабель достар бізде мынандай, қалың қарасаңыздар. Бұның метрі прикиньте 15 теңге тұрады. Енді сендер буферге екі шетінен жалғауға полный қанша кететін есептеңдер. Примерно кабельдің өзі 150 000 теңге кетіп отыр ғой. Ал және де бізде корпустың өзі қатты үлкен емес, кішігірім. Бұл да бізде қараңыздар 12-лік тура ортасындағы тесігімен, және де мына жақтағы несі қайда кетті? Трубасы 106 размердегі трубасымен дайын. Как положено, мына жерде мінекей кабельден тартып, қондырып, барлығын соңында нәтижесін көретін боламыз. Олай болса бізде обзорда осындай құралдар, енді осының барлығын жинақтап, орналастыру ғана қалды. Немесе айттық қой, бізде штатты мафонмен жүріп көріп егер ұнамаса, алдағы уақытта более жақсы мафон саламыз деп. Штат сөзінің ішіне керек, маршрут алған кезде мафон қосылады ғой, сол дұрыс емес екен. Всегда шум пайда болады екен. Сондықтан негізі отдельно мафон жалғаған дұрыс. Енді бүгін біз буфермен қатар новый мафон қоямыз. Бұл жолда бізде GVC KD X482 Bluetooth деген мағына береді.
жақсы процессордың магнитола. Кішкене ана пионер деген сәл бұл жақта да жаңартайық та, ана жұрттың бәрі кезінде прайд салған кезінде DL аудио деп шықтым ғой. Бұл жолы енді негізі мақтамаймын, енді көрейік. Мен деген жақсы магнитофонлардың бірі, бағасы бұның 60 мың ба тұрады, примерно Каспийда қателеспесем. Мына комплектте бізде мынандай өзінің штекері, евроштекер деп айтамыз ба. Сондай-ақ несі бар, микрофоны бар. Және де ең бастысы бізде как положено, кітабымен. Мына жерде инструкция барлығы жазылған. Андай мехалям прям китайский, таза японский. Шрифтің өзінен көріп тұрған жастар, қазір ашып көрсетейін. Товар даже коробкамен құласа да зақым алмайды, шетінен андай упаковкасының өзі. Міне иероглифтері көрсетер ғой, японский достар. Таза оригинал мафон. Міне мынандай арқасына сразу қараңыздар. Процессормен, 6 тюльпанмен, предохранитель 10 амперге, радиосымен, жаңағы микрофон тығатын жері барлығы бар. Сондай-ақ алды үшін міне алды былай көрінеді. Что там ба? Подсветка бәрі бар. AUX десең AUX, USB флешка десеңіздер, USB флешкамен қолдана берсеңіздер болады. Өткенде біреу айтады, брат, магнитофон неге қысқа болса дейді, мына китайский дейді. Сондай адамдар үшін кішкене сәл нелерді өзгертейік. Достар, бұл қысқа болса қытайский деген мағына бермейді. Ол қысқа, ұзын дегені диск қабылдайды, диск қабылдамайды деп көрінеді. Оның оригинал Китай екені мына процессормен, тюльпандармен, сондай ішіндегі жаңағы жұмыс істейтін миымен ажыратады, түріне қарап емес. Так, тағы да бұның ерекшеліктері достар, бұнда бізде қараңыздар. Параллельно екі телефонды бірден Bluetooth-ге қабылдай береді. Памяті 5 телефонға дейін. Сондай-ақ қосымша арқылы да басқаруға болады, қателеспесем. Және де ішіндегі жаңа эквалайзер, бас, буфер дегендердің барлығын осы мафон арқылы настройка жасайтын боламыз. Олай болса, негізі бұл жарнама емес, просто сіздерге енді бүгін қойып отқаннан кейін кішігірім обзор көрсетіп жатырмын. Бізде мінекей почти уже буферді жинап болды. Енді қазір кабельдерді тартып, тек осы мафонның жалғауына қалды. Ендеше жұмыс жалғастырамыз. Құрметті достар, олай болса мінекей барлық буферді, магнитофонның барын жалғап болдық. Енді қазір машинаны қыздырып, настрой істейтін боламыз. Көрейік, қалай болады. Короче, багаждан былай көрінеді, достарына кішкене сәл алғара итереміз. Мына жерде орын болады. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, средний, нормально. Біз енді семейный адамбыз, ертең багажға коляска саласың, жүк саласың, адамға саласың, сол себептен үлкені керек емес дедім. Бардашоққа мафонды қатырдық. Енді оның қазір бетін карпетпен қаптап, қаттандай көзге түспейтін қылып қоямыз. Будущем мына жерге планшет қойылады. Сондықтан да музыканы біз мына жаққа өткіздік. Бұл планшетпен артқа полкаға музыка қоямыз. Оны күнделікті өмірде қойып жүрген кезде нормально. Артынан профессионалды мына жаққа тығып қоятын боламыз. Көріп түсіндіңіздер ма? План сондай. Қазір мына жаққа мінекей через магнитофонның өзінен настрой істеп жатыр. Сразу фронтқа, буферге. Мен алдыңғы фронтты салғаннан кейін бізде уже ровно бір ай өтіпті. Бізде уже жаңағында накачать еттік қой. Пока аппатка деп айтамыз ба? Динамиктегі фронтта динамиктеріміз дайын. Енді аппаратураны шығарып, оны басқаша настрой етеміз. Бұл буфер. Соның барын ұлық қазір әдемілеп беріп жатыр. Құрметті көрермендер, мінекей полный настройкасы бітті. Енді буферге кішкене апкатқа қажет. Біздің фронтта динамиктер апкатқысы біткеннен кейін оны уже усилитель настройка етіп қойды. Енді алдағы уақыттан примерно 2 аптадан кейін тағы да бір кеп настройка етіп кетеміз. Өкінішке орай әзірге біз буферімізді қанша децибел ұратынын тексере алмаймыз. Апкатқа шыққаннан кейін бірақ көрсетеміз. Олай болса, примерно бүгінгі видео осындай. Құрметті достар, егер ұнап жатса лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментария пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Автозвук деген бұл негізі фронттағы динамикпен буфер ғана емес, мұнда тағы да бізде питания бар. Алда уақытта енді питанияға көңіл бөлуіміз қажет. Өйткені біз дәл қазіргі сәттің өзінде музыканың дауысын қатты шығарып жатсақ, уже питания күші келмей қалып жатыр да, вольтметр құлап жатыр, 11-ге 12-ге құлап жатыр. Сондықтан да өзі қазір белгілі бір настройкамен, белгілі бір лимитке қойып беріп жатыр. Осыдан аңсырамау керек. Сонымен жүре тұрамыз уақытша. Алдағы уақытта одан кейін сіздерге оның барлығын түсіндіріп көрсететін боламыз.
Ал осы бүгінгі видео осындай. Так, қоятын настройкалар бітті. Енді бұларды қалай ұратынын хотя бы былай сырттан көрсетейік, иә. Ал негізі қанша децибел ұратынын точно санда оны ертең обкатка біткеннен кейін көрсететін боламыз. Ол болса. Тяжело распить пятерочку до порога. Света по городам, движет ждет толпа. Поднимаются ролеты гаража. Вы все еще спите, когда мы едем к вам. Возле места модели на баранах. Винограды и стейк, Эланта на Спартак. Кто-нибудь торговый центр Демокары. На ежегодный фестиваль Агастов в Челябе. Оп, бисмилля. Алда құрметті көрермендер, ол болса бізде мінекей буфер сериясында өз мәресіне жетті. Буфердің барлығын қондырдық. Результат тема. Әрине достар, осындай керемет динамикпен бізді усилительмен қамтамасыз етіп отқан DL Audioға көп-көп рахметімізді білдіреміз. Толыққанды сілтемесін описание қалдырып кетемін. Автозвукқа керекті барлық динамик дейсіздер ме, усилитель дейсіздер ме, кабель дейсіздер ме, барлығын осы жақтан заказ берсеңіздер болады. Әрине осындай кереметте қызмет көрсетіп, жақсы бізге көмектесіп жатқан тағы да біздің серіктесіміз Автозвук Астана, King Sound Астана қаласында Таха Хусейн 7 деген мекенжайға келетін болсаңыздар, сіздерге осындай қызмет түрін көрсетіп, автозвукты осылай орналастырып беретін болады. Ал болса, егер сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментария керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.